Құлыным ау, шаршаған ғой қайтсын. Демалуға мұршасы жоқ жұмыс істеп. Күнді үстіні бас алмайды қағаздан. Күннен күнге баратқандай тым жүдеп. Мынасы нес? Сирия, Аль-Каида. Әй бәйбіше, түсінбедім мен мұны. Олар жайлы тек еститінім қас күнемдер бақабестер ұйымы. Әке, ана, мен ұйықтап қаппын. Неге тұрсыздар? Есік қағып кірмес пе екен бөлмеге? Есік қағып? Біз мүмкін бас артық жандар шығармыз. Әлде айта алмай жүрген сырың бар ма әкеңе? Мынауың не? Кесау, қойшы, ашуға берме. Жүрегің сенің сыр беріп жүрер күнде. Ары тұр, өлме менің сөзімді. Мен сұрап тұрмын, мынауың не? Жоспар? Қандай? Ненің? Бұған сенің қатысың қанша? Әке, мен жуырда кетемін. Бұл дүниеде бәрі жалған, бәрі алдамшы, бәрі өтірік, бір тірлік сірә жоқ оңған. Не деп тұрсың? Мен осы топпен біргемін. Қайда тартса, солармен бірге жүрегім. Өлсем, әке, өкінбеймін. Шейт болады жаным, оны білемін. Не дейді мынау? Тоқта, балам, қайда барасың? Әкесау, балам. Бармақовтар отбасы ма? Ішкі істер бөлімінің капитаны Жанұзақ Серік Айдарұлы. Ішкі істер бөлімі? Ұлыңыз Бекжанұлы Мақсат лаңкестер тобының тізімінде. Істің жайын анықтау үшін бөлімшеге барат бізбен бірге. Бөлімшеге? Ол әлі жас қой. Ана, кешірші ана ұлыңды, әкесін жалмап, қанішер болған зұлымды. Көзін басқан шелден алдан түк көрмей, теріс жолға адасты, балаң бұрылды. Құлақ аспай әке ана сөзіне, мұнарлаған түк көрінбей көзіне, лаңкестердің ықпалынан шыға алмай, көр соқырлық жетті оның түбіне. Не жетпеді, ұлыңда бәрі бар еді, сенгенсіңдер болашағы әдемі. Әттеген ай, сол әдемі болашақ, қайда кетті, айтыңдаршы, қайда енді? Абақтыда отырмын енді бүгінде, селкеу түскен болашаққа сенімге, азапқа салып қойдым сен анашым, көзіңе тіктеп те қарай алмаймын мен мүлде. Мен енді үйге де орала алмаспын, бетіне қалай қарайым ауылдастың, әкесін өлі, шешесін тірі демей ме, көрге көнген деген сөзден арылмасын. Отам, олай деме, жаңылмас жақ, сүрінбес тұяқ болмайды. Жаралы бүркіт қанатын таңап қомдайды. Соқтық балы, соқпақсыз бұл өмірде, сірә ботам, сүрінбейтін адам болмайды. Алға қарай болсаң егер ұмтылар, уақыт емші, бәлкім бәрі ұмытылар. Өз кінәңді түсінгенің бастысы, әкең сенің жерден аунап бір тұрар.